Содан өсіп жүрген мен өзім барып қалдым бір. Өзім барғанда жанымда Болат Мұсаханов деген жігіт бар еді. Бұлар өзі мына Медеудің басында орманшы болып істейтін. Қанат Мұсаханов, Марат Мұсаханов, сөйлеген жаңағы тағы бір үлкен ағалары болды, ол кісілердің ақын. Сол кісілер жаңағы Болат екеуміз бардық. Барған кезде күй тартып еді, таңғалып ана кісі. Ойбай, мынау керемет, мынандай дүние деген бізде бар екенін біз білмепті. Қой бұны сол кезде аға жан-жаққа айтайық деп келе сап, ол кісі жаңағы сол кезде Әшірбек Көпішев Қазақстан телекорпорациясының сол кездегі директор. Сол кісіге айтып, ол кісі естіп, сен Қазақ радиосында Құдиярбек Ағыбаев деген жігітке айтып, солар келіп біздің үйге жаңағы әкейді алдыртып, күйлерін тыңдап, Марал Ысқақбаев деген жазушы ағамыз. Ол кісі тыңдап, осыннан Нұрлан Оразалин тыңдап, ойбай бізде де осындай күй дүние бар ма еді. Бәрі тыңдағаннан кейін, мынау кереметіне қойып, бұны мынандай жақсылап телекхабар ұйымдастырайық, радиоға жаздырайық деп, халықтың арасында насихаттайық деп, халықтың арасында насихаттайық деп барлығын келістіріп, арасында сол біраз уақыт өткеннен кейін Жетісудың қайтып оралған күйлері деген жақсы хабар ұйымдастырды. Хабарды сол кезде осы күй жағы болсын, ән жағы болсын, көп зерттеп жүрген сол өзімізге белгілі өнертанушы, ғалым, зерттеуші Жарқын Шәкәрімге табыстады. Жарқын Шәкәрім осы қайтып оралған Жетісу күйлеріне шамамен бір 6 хабар ұйымдастырды деймін. Кейін Інжу Маржанға бергізді. Сол кезде жаңағы осы редакциялық бөлімді басқарған Сағатбек деген тағы да біздің не бар ғой, жаңағы өнер зерттеуші. Сол Сағатбек деген кісіге табыстады. Солар бәрі Сағатбек Қаниев. Сол кісіге табыстап, ол кісі бәрін қарап, оны сөйтіп, бұл кісінің жаңағы өнер күйшілік таспаға жазылып, халыққа насихатталып, өстіп ары қарай өзі сәтімен өргіп кетті. Енді қанша дегенмен бұл кісі әмден 25 жыл тартпаған ғой. Енді бұл жас кезіндегі тартысы қалай болған біз білмейміз. Бірақ мен бала кезімде білем. Бұл кісі таңды таң құрып отырып бар ғой, күй тартады. Біз күл жаңағы ауыл үйткіл жиналып кеп, ананы тартшы, мынаны тартшы дегенде жаңағы барлығына айтқан біреудің талабын жерге қадым осы күйлерін тартып береді. Ол өзі бір қиын заман ғой. Сол кезде ана Қожеке қуғын сүргенде жүрген, мысалы жаңа Құрманғазының жаңа Қайран шешем деген күйі бар. Түрмеге кетіп бара жатқанда, содан кейін түрмеде деген күйі бар. Түрмеден қашқан, кексен ашқан күйлері көп қой. Бұсыны жаңа Қожекенің де күйлері сондай. Жаңағы қинау, түрмедегі қинау, қолғалынар алдында, көрдіңіз ба? Ойбай жаным, көрдіңіз ба? Күйлердің бәрі өзі бір мезгілде, өз Құрманғазымен арасы шамамен 5 жас бекен сондай. Бір заманның адамдары. Бір заманның адамдары. Құрманғазы 1818 жылы туған ғой. Бұл кісі Қожеке 1823 жылы туған. Көрдіңіз ба? Өз 80 жылдары дүниеден өткен. Көрдіңіз ба? Осы тағдырластық, қайғы қасірет кезілген адамның көңілін жаңағы күймен шерғып тарқатуға әсерін береді ғой. Өстіп жаңағы үлкен кісілерді тартқызып отырады. Қожеке қолға алынып, жаңағы түрмеге жабылып, енді бұл кісінің әбден жаңағы қудалаушы органдары бәбден бұның артына түсіп, қылмысын бәрін сен жасадың, ананы сен жасадың, барлық қылмысты осы кісіге төккен ғой. Сөйтіп кетті, өзіні сен бүттің, сен үйттің деп жаңа әбден шала жауып, түрмеге енді ату жазасына кесілетінін сезгеннен кейін, сонымен Арабат деген төрі сол кезде уақытша кепілдікке сұрап алады. Кепілдікке сұрап алып, ел жұртын алып келіп қоштастырады. Сол қоштастырған кезде жаңағы ел жұрты келіп жиналып, о жерге осылай болды, не болды, халқын көріп, елін көріп, жұртын көріп, сонда көңілі түсіп, заманым оңға баспады, кері кетті. Енді менің ісім оңалмайды, жұртым, елім аман болыңдар деп соңғы қатты бір күйзелісті отырып шығарған, менің заманым тумады, менің заманым кері кетті деп, бұл күйдің аты кері толғау болсын деп тартқан күй дейді. Бұны енді біздің әкей өте
жақсы орындайтын және де шебер орындайтын. Сонымен күйді тыңдап отырсаң шынында да өте жігерлі, намысқа толы. Сонымен осы заманның керек еткен сондай бір немен тартылатын күй. Жай тартылмайды енді. Өте сондай тартылатын күй. Сол осы күйдің аты мінеке сол күйінше осы кері толғау деп атаған. Ол енді жаңағы күйдің жаңағы айтып отырмыз ғой, Құрманғазы сияқты түрме тауқыметін көп көрген адам болғандықтан сол түрмеден соң бір қолы сайып босай-қалған кездегі, шыға қалған кездегі елмен, жұртымен соңғы рет амандасып өлетінде тартылған дүние күй. Осы ақсақалдың орындауында осы кері толғауды тыңдайық онда.